Егер даусыңыз жоғары болатын болса, сіздің даусыңызды қалыпқа келтіретін 1-2 тапсырма берейін. Күнделікті осы жаттығуды жасай отыра, сіз даусыңызды қалпына келтіруге бір болсын қадам жақындайсыз. Ең әуелі диафрагмаға ауа аламыз, сосын шығарған уақытта деген дауыспен төмен түсеміз. Яғни, бұл келісім жаттығуы деп аталады. Мінекей. Диафрагмаға алған ауаңызды дәл осы дыбысын айтып болғанша шығаруыңыз қажет. Ұзағырақ болса да болады. Мінекей, дәл осы жаттығуды жасайтын болсаңыз, сіздің даусыңыз анығырақ, мысты және өзіңіздің табиғи даусыңыз қалыптасады. Екінші жаттығуда резонаторды оятамыз. Резонатор дегеніміз біздің кеудеміздегі даусымыздың күші. Мысалға, сіз тойда қолыңызға микрофон алдыңыз делік. Сол микрофонға айғайламас үшін, сіздің өзіңіздің табиғи даусыңыздың анық, әдемі болып естілуі үшін дәл осы резонаторды оятамыз. Дәл солай диафрагмаға ауа аламыз. Дәл осылай ұрған уақытта сіздің даусыңыздың әдемілігі, еркіндігі және де дыбысы ұлғая бастайды. Дәл солай сізге микрофонға күшеніп сөйлеудің ешқандай да қажеттілігі туындамайды. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп, достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар.